сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе, Құтыр? Мен бүгін сізбен сұхбаттасуға келіп едім. Жарайды, не жөнінде сұхбаттасамыз? Сіз қашаннан бері шығармашылықпен айналысып келесіз? Жалпы мен сен сияқты мектеп оқып жүрген кезде өлеңді жақсы көрдім. Өлең оқыдым, көптеген ақын жазушылардың шығармаларымен таныстым. Сол мектеп қабырғасында өзім армандадым, қазақ әдебиеті мұғалімі болсам екен деп. Сол арман жетегінде оқуға түстім жоғары оқу орнында. Сол жоғары оқу орындарында жүріп, құрдастарыма жайлап әзіл өлеңдер шығарып бастадым. Онда да етене шығармашылықпен өзім өлең шығарып бастай қойғаным жоқ ол кезде. Бірақ өлеңдерді жатқа оқып жүрдім. 1995 жылы өз ауылыма жұмысқа орналастым, арманыма жеттім, мұғалім болдым. Менің мамандығым қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімі болғаннан кейін ол шығармашылыққа жақын шығармашылықтың мамандығы ғой енді. Сондықтан мен осы жылдардан бастап жеке өзімнің шығармашылығымен айналыстым. Өлең шығара бастадым. Оған түрткі болған көптеген арна өлеңдер шығардым. Әртүрлі мерекелік шараларға байланысты өлеңдер шығарып жүрдім. Содан бастап жайлап өзімнің жеке шығармашылығыма көңіл бөле бастадым. Кітаптың атын неге Ақбасқұр деп қойдыңыз? Енді мен кітаптың атын Ақбасқұр деп қойған себебім, жалпы басқұрды білесің ғой өзің, ол киіз үйге сән беріп тұратын әдемі бұйым ғой қазақтың. Үлкен еңбекпен келеді Ақбасқұр. Сен білесің, біздің қазақ халқының төрттілік малмен айналысқанын. Сол кезде ең бірден бір баспанасы киіз үй болса, киіз үйдің негізгі бөліктері шаңырақ, уық, кереге ғой. Осы керегенің басын біріктіріп тұратын басқұр, Ақбасқұр. Ақбасқұр дегеніміздің өзі үлкен еңбекпен келеді. Менің бұл кітабымда үлкен еңбекпен келді. Маған өте жақын бұл басқұр. Бала кезімізден анамыздың көзін көрдік, олардың басқұрт оқып отқанын көрдік. Және өзімізде тоқыдық арасында. Соны өзімнің шығармашылығымен байланыстырғым келді. Сондықтан мен кітабымның атын Ақбасқұр деп атадым. Ақбасқұр өлеңінің шығуына не себеп болды? Дұрыс айтасың, сен менің кітабымды оқыған болсаң, онда ішінде Ақбасқұр деген өлең бар. Енді жаңа айтып өткенімдей, маған ерекше әсер ететін басқұр бұл менің жүрегімді жарып шыққан өлеңнің символы десек те болады. Ақбасқұр деген еңбекпен келеді деп айттым ғой, керегенің басын біріктіріп тұрады, бірлікке шақыратын сияқты ол. Сондықтан да менің өлеңдерім де осы елге пайдасын тигізетін, басын біріктіретіндей, достыққа, бірлікке, татулыққа шақыратындай өлең болса екен деген арманнан туған. Сол бағытта жазылған өлең, және осы өлеңмен Ақбасқұрды сабақтастыра отырып байланыстырдым. Осы өлеңде өзің оқыған болсаң таныс шығарсың. Сіз басқұр мен өлеңді қалай байланыстырдыңыз? Жарайды. Енді бұның байланыстырған ең бірінші тақырыптық жағынан байланыстырдым. Ақбасқұр бірлікке шақырады дедім ғой. Керегенің басын біріктіріп тұрады дедім ғой. Осы менің Ақбасқұр өлеңімде өлеңнің басы біріктіріп тұратындай, сондай бір әдемі өлең шықса деген ниеттен туған. Екіншіден, Ақбасқұр қайткенде әдемі болады. Ол бояуы қанық болса, өрнегі шатаспаса, көлемі жағынан да, бояу жағынан да, материалдық жағынан да жақсы болса ғана әдемі болады ғой. Сол сияқты менің өлеңдерімнің де осындай әдемі болуын, сөздің әр орында қолданылуын, бояуының қанық болуын талап еттім өзіме. Өлең шығарудың жолы осылай екен деп тек ұйқасқан сөздің бәрін өлең қылып алатындай болмас екен. Өлеңім оқырманның жүрегінен жол тапса екен деп армандадым. Сол негізде осы өлеңім осы Ақбасқұрдай болып халыққа жақын болсын деген ниеттен туған дүние ғой, солай байланыстырдым. Ұлы Абай айтқандай, жалпы өлеңнің арасы бөтен сөзбен былғанбай жүрекке жылы тию керек. Сол мақсатта әр сөз, әр буын
бунақ жағынан шатаспай, ұйқасып тұрып, ұйқас жағынан да, тақырып жағынан да, сөздің бояуының қанықтығы жағынан да, өлеңнің ішінде көркемдегіш құралдардың да өз орнымен жұмсалуын талап ете отырып шығарылған өлең бұл. Сондықтан осылай байланыстырдым өлеңмен Ақбасқыр өлеңінің тәрбиелік мәні қандай? Ақбасқыр өлеңі біріншіден өлең шығаратын әрбір ақында өлеңнің дұрыс шығуына үндейді. Біріншіден дұрыс шығуының қажет екенін түсіндіреді. Екіншіден бұл жерде ұлттық құндылық бар. Басқыр дегеніміз біздің ұлттық құндылығымыз ғой, соны да дәріптеу. Яғни өлеңнің дұрыс шығуын дәріптеу және біздің ұлттық құндылығымызды насихаттау кейінгі ұрпаққа. Оның ішіндегі әрбір сөзге жете үңілсеңіз, оның мағынасын аша білсеңіз, сіз ұлттық құндылықтың қадірін түсінесіз. Сіз отбасыңызда ұлттық құндылықты қалай дәріптеп жүрсіз? Әрине, мен өзіміз ауылдық жерде тұрамыз. Отбасымызда күнделікті тәрбиеде ұлттық құндылықты айтылып отырады. Одан қала берді біз күнделікті балалар көріп жүреді. Менің отбасымда да, мысалы, ала теру, мысалы, қарапайым жатқан Ақбасқыр, енді киіз үй бар ғой ауылдық жерде. Сол киіз үйдің барлық құралдарымен таныс, оның ішінде Ақбасқырмен де таныс. Кейбір жағдайда өзіңе көріп жүрген болса, Ақбасқырда аттарын да жазып қояды, үйдің адамдардың да, сол арқылы да көрініп, оқып, мынау жылдары қай жылы тоқылған екен де жазылып тұратын жағдайлар болады. Осы арқылы да дәріптеледі. Сонымен қатар енді бізде ұлттық құндылық өте көп қой. Бәрі еңбекке тәрбиеленген, тәрбиелейтін келер ұрпақты. Қарапайым қамшыны алсақ та, бұл ұлттық құндылығы, оның қасиеті өте көп. Осы арқылы да, ұршық үйіру арқылы да ұлттық құндылықты дәріптеймін. Мысалы, ұршық үйіремін жаз айларында, үйірген жіптен киім тоқимыз, күнделікті балалардың киімін тоқып береміз. Осы арқылы да ұлттық құндылығымыз дәріптеледі. Кітаптарды оқу арқылы, ондағы әрбір сөздерге түсінік бере отырып, күнделікті өмірде көзбен көріп, қолмен ұстата отырып, балаларға айтып отырамыз. Оның бәрі тәрбие деп есептеймін. Ұлттық құндылық күнделікті өмірдегі тәрбие деп есептеймін. Сұхбатыңызға рахмет, сау болыңыз. Сау бол, сенің өміріңе де жақсылық тілеймін. Өмір жолың ұзақ болсын, шығармашылығың жарқын болсын. Болашақта тек жеңістердің биігінен көріне бер. Сау бола ғой.